Қызылордалық құрылыс және бизнес колледжінде саналы ұрпақ жарқын болашақ тақырыбында 10 күндік болды. Осы 10 күн ішінде белсенді жастар түрлі байқаулар мен тәрбие сағаттарын өткізіп, флешмоб ұйымдастырды. Ақмешіт адалдық алаңы жобасы аясындағы қорытынды шарадан тілші бейне материалы. Колледж жанынан осыдан тура бір жыл бұрын саналы ұрпақ деп аталатын клуб ашылды. Жетекшісі Зере есімді жасөспірім. Ол небәрі 15-те. Жаста болса ұйымдастырушылық қабілетімен көзге түсіп келеді. Бұл жолы жемқорлыққа қарсы күрес шарасына белсене атсалысуда. Саналы ұрпақ жастар клубының ұйымдастыруымен бірнеше іс-шаралар өткізіліп жатыр. Біздің мақсат студент жастар арасындағы жемқорлыққа қарсы мүлдем төзбеушілік иммунитетін қалыптастыру. Оларды әділдік пен адалдық қағидаларын ұстануға бағыттау болып табылады. Пара беру де, алу да ауыр қылмыс. Шараны ұйымдастырушылар жастарға осыны ұғындыруға тырысты. Өйткені сыбайлас жемқорлықпен күресті қоғам болып жүргізудің маңызы зор. Осы жылдың басынан бастап біз адалдық таңдаймыз марафон эстафетасы басталған болатын. Соның негізінде барлық жоғары оқу орындары мен барлық колледждерде осындай тектес шаралар өткізіліп жатыр. Яғни саналы ұрпақ бұл 2008 сәуір айынан бастап құрылған болатын. 3 жоғары оқу орнында және 29 колледжде құрылған саналы ұрпақ жобасының басты қағидасы жастардың ой санасын сыбайлас жемқорлыққа қарсы деген мүлдем төзбеушілікке қалыптастыру болып табылады. Шара барысында клуб мүшелері ән айтып, би билеп өнерлерін ортаға салды. Мұнан соң саналы ұрпақ жарқын болашақ тақырыбында ұйымдастырылған эссе, сурет, би байқауларының қорытындысы жарияланып, жеңімпаздарға сый-сияпат табысталды. Елік Айсылбек, Шыңғыс Абаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.